Армысыздар, құрметті әріптестер, бүгін сіздермен WordWell атты онлайн сервиспен танысатын боламыз. Бұл сервис осыға дейін мен сіздерге көрсеткен сервистерден өте ерекше. Бұл жерде интерактивті ойындарды құрастыра аласыздар. Интерактивті ойындардың ішіне викторина, случайное колесо, сортировка группы, найти пары, анаграмма, диаграмма деген сияқты интерактивті тапсырмаларды құрастыра аласыздар. Осы онлайн сервиске сілтемені видеоның астында қалдырамын. Және де біз осы сервиске тіркелуіміз қажет. Мен алдын ала тіркелдім. Бұл жерде өздеріңіздің Google аккаунттарыңыз арқылы кіре аласыздар, немесе WordWell сұраған мәліметтерді енгізіп тіркелесіздер. Бұл жерде мектептің атын, өздеріңіздің аты жөндеріңізді, логин парольдарыңызды көрсетулеріңіз қажет. Сонымен мен тіркелдім және де сіздерге бүгін қалай интерактивті тапсырмаларды құрастыруға болатынын көрсетейін. Сонымен қатар бізге дейін осы сервисті қолданған оқытушылар өздерінің сабақтарына сәйкес тапсырмаларды құрастырған. Осы жерде дайын құрастырылған тапсырмаларды да қолдансаңыздар болады. Өзіміз құрастыратын болсақ, біз мои учебные задания дегенге кіреміз, және де осы жерде сіздердің құрастырған тапсырмаларыңыз шығады. Создайте сейчас свое первое учебное задание. Басамыз. Басқанда бізге шаблон сұрайды. Қандай шаблонда сіз қандай тапсырманы құрасыз, сол бойынша шаблондар берілген. Мысалы, біз қазір бүгін сортировка группы деген тапсырманы құрастырайық. Осы жерге өзіңіздің тақырыбыңызды жазасыздар. Мысалы, компьютер құрылғылары. Ары қарай мына группа деген жерге, мысалы, монитор дейік. Яғни, білім алушы бұл жерде мониторларды табу қажет. Осы жерде сіздер мына отправить деген кнопканы бассаңыздар, өзіңіз сақтаған изображениеңізді енгізсеңіз болады, немесе интернетте берілген суреттерді табуға болады. Мысалы, мен қазір монитор деп жазамын. Іздеуге жіберсем, маған интернеттегі мониторларды тауып береді. Осы суреттерді қоя береміз. Келесі добавить элемент, қайтадан монитор табамыз. Мысалы, мына монитор таңдаймыз. Осылайша 4-5 түрлі суреттерді енгіземіз. Мінекей енгізілді. Келесі екінші группаға, мысалы, клавиатура. Суреттерді дәл солай таңдаймын. Клавиатураның суреттерін енгіземін. Және де үшінші группаны қосу үшін біз бұл жерде добавить группу дегенді басамыз. Мінекей группа қосылды. Енді осында тінтуір деп жазып көрейік. Тінтуір дегеніміз бұл компьютердің мышкасы. Осы жерге сіздер қазақша таңдай аласыздар. Тінтуір деп жазып поискке жүретін болсақ, бізге мінекей мышкаларды шығарып береді, мышканың суреттерін. Ары қарай келесі элементі де. Мінекей осындай 4 түрлі тапсырмаларды құрастырып аламыз. Ары қарай выполнено деген батырманы басқанда, бізде қазір құрастырған тапсырмамыз сақталып жатыр. Сақталып болғаннан кейін, мінекей компьютер құрылғылары начать тапсырма басталды, уақыт кетті. Енді осы жерде мониторларды біз сәйкестендіріп қоюымыз қажет. Мінекей монитор деген сөзге мониторларды, клавиатура дегенге клавиатураны студент немесе оқушы осылай енгізіп қояды. Енді мен тез сіздерге көрсету үшін қоя беремін. Қате жасап та көрейік осы жерге. Мінекей мысалы осылай енгізеді. 4-4-тен жасағаны, мінекей әрқайсына 4-тен, 5-тен, 3-тен енгізе бересіздер. Енді отправить ответы дегенді енгіз басамыз. Сол кезде бізде ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін көрсетеді. Мінекей. Осы жерден осындай интерактивті тапсырмаларды құра аласыздар. Оның балы, қанша уақытта шешкені барлығы көрсетіледі. Келесі, мінекей көп тұрыстар, переключить шаблон деп тұр, интерактивный. Бұл жерде сіздің бір құрастырған тапсырмаңызбен бірнеше ойындар ойнай аламыз.
яғни викторина дегенді бассаңыз, жаңа құрған сіздердің тапсырмаларыңыз арқылы викторина жасай аласыздар. Мысалы, неке мынау бізде процессор белгілейді. Бұл бізде клавиатура. Мінеке осылай сіздер мынау да клавиатура. Осындай викторина түрінде өткізсеңіз болады. Немесе міне осы бір тапсырманың келесі түрі бар, ол квиз шоу. Сұрақтарға жауап беру қажет. Мінеке уақыт кетті. Бұл жерде дұрыс жауап процессор деп таңдайды. Келесі осы түрде балл жинайды. Мысалы, далее. Қазіргі таңда қашықтықтан осындай интерактивті тапсырмаларды қолданған өте ыңғайлы. Осы түрде көрсете аласыздар. Үлкен экранға шығарып көрсетсеңіз болады, кішірейтіп көрсетесіз. Келесі ойын түрін қарастырайық. Бұл бізде неке классифицировать деп аталады. Өзіміз да не деп көрсетеміз. Мысалы, монитор. Барлығы даға кіреді, неге кіреді деген сияқты классификация ойын түрлері. WordWell онлайн сервисінің артықшылығы бір тапсырманы бірнеше ойын түрінде қолдансақ болады. Осының ішінде міне показать сені бассаңыз, сіздерге құрған тапсырмаңызға байланысты ойындарды шығарады. Мысалы, погоня в лабиринте. Өте қызық ойын. Мінеке, сізден мына сурет көрінді. Клавиатураның сурет көрінді. Енді клавиатураға мына қозғалған қызыл жүгіру керек. Осылай басады. Және де мінеке. Осындай ойын түрінде келесі сурет. Мінеке, тінтуір. Осыған қарай жүгіреді деген сияқты өте қызық интерактивті ойын түріндегі тапсырмалар. Қарапайым ойын, бірақ та студентке немесе оқушыға осыны біздің сабағымыздың тақырыбын түсіндіруге өте қызық болады. Осылай біздің тапсырмамыз біткенше ойын жалғаса береді. Мысалы, келесі случайный колесо дейік. Осы тапсырманы қалай ойнауға болатынын көрсетейін. Мұнда раскрутить его. Мысалы, зумда отырып опрос жүргізетін болсаңыз, студенттер бұл суретте көрсетіп тұрғанымыз не дейміз? Сонда олар тінтуір дейді. Келесі устранитті басамыз, сонда бұл суретіміз өшіп кетеді. Келесі қалған суреттер экранда көрсетіледі. Және де біз оны басқа студенттер немесе оқушыдан сұрау арқылы білімін тексере аламыз. Енді осы құрастырған тапсырмамызды басқа да оқытушылармен бөлісетін болсақ, поделиться батырмасын басамыз. Бұл жерде студенттермен немесе басқа оқытушылармен бөлісе аламыз. Ол жерде мне сделать открытым дейміз, яғни тапсырмамыз басқаларға көріне алатындай жасауға болады. Және де бұл тапсырманың темасын ауыстырамыз. Міне дошкольный десек, бұл жердегі көрсетіліп тұрған темамыз, мына ойынның ішіндегі тема ауысады. Жылдамдығы қанша болу керек, қалай случайно шығу керек, сонымен қатар міне таблица лидеров аты жөндері, қандай балл алды, қанша уақытта шешті, осының барлығы көрсетіледі. Сіздерге көрсететінім осы сервис. Менің Instagram парақшама подписка жасаңыздар. Бұл жерде де YouTube каналына салмаған сіздерге қажетті мәліметтер бар. Осы интерактивті онлайн тапсырмаларды қалай құруға болатыны жайлы посттар шығарамын. Және де YouTube каналымда сіздерге пайдалы видео сабақтарым да берілген. Егер де осы видео ұнаса лайк басамыз, сұрақтарыңыз туындаса комментарий астына қалдырыңыздар.